Құрметті ағайын, қазіргі кезде халықтың көптеген наразылығын билікке, Тоқаевтың билігіне байланысты біз естіп көріп отырмыз интернеттік желілерден. Оған нақтылы себептер бар. Соның ең бастысының біреуі мынау Ресейдің бодандығына біздің қайтадан айналып бара жатқандығымызда тұр. Қазіргі таңда активтердің энергетикалық нысандардың көпшілігі ресейлік компаниялардың қолында. Оның сыртында мына былтыр ғана 23 жылы дүние жүзіндегі ең үлкен уран шығаратын қазба орталығы Қазақстандағы ресейлік компанияның атына өтті. Қазіргі таңда мінекей 3 бірдей үлкен тесті әрқайсы 1 миллиард теңгеден тұратын ресейлік компанияның салуына рұқсат берілді. 5 конкурсы, 5 тендері. Ал енді оны көмірмен жанатын қылып, ескі технологиямен орыстар бізге жасап береді. Ал енді қазіргі уақытта мынау әлемдік жылынуға байланысты Дубайда мінекей өткен жылы 150 мемлекет қатысқан үлкен саммит өтті. Сонда мынау жер астынан шығатын энергия көздері, газ, көмір, мұнай пайдалануға келешекте тыйым салынады делінген. Ол барлық мемлекеттердің президенттеріне нұсқау берілген, резолюция шығарылған. Соған қарамастан біз осындай қадамға барып отырмыз. Жақында ғана интернеттік желіде мен оқыдым, мынау Атыраудың, Павлодардың нефтеперерабатывающий заводтары Ресейге өтеді деген хабарламаны. Яғни біз осындай үлкен объектілерді уже келешек Ресейдің қатарынан көретін боламыз. Аэропорттар, мысалы батыстағы, олар да сатуға қазір қойылу үстінде, оған да ресейлік компаниялар көз тігіп отыр. Ал енді бізде қазір мынау атом электр станциясын салу жөнінде де көп темалар қозғалды. Бізді халықты қазір соған салуға бейімдеп, дайындап, пісіріп қойды. Келешекте егер оған шешім қабылдайтын болса, оны міндетті түрде Ресей компаниясы салатын болады. Сонда біз мәңгілік ресейлік биліктің тәуелдігіне өтетін боламыз. Оның сыртына ең бір басты мәселе, осы мінекей 1 жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде Ресейдегі мобилизациядан қашқан 2,5-3 миллиондай адам біздің Қазақстанға келіп кірді. Олардың барлығы да дендері сау, күш қуаттары бойында адамдар. Енді 5 жылдан кейін Қазақстанның азаматтығын алады олар. Ал енді келешекте сайлау болатын болса, олар бізге дауысқа қатысып, өзіміздің ішіміздегі бар бұрынғы 30-35% орыстардың ішіне мынау қосылатын болса, 50%-дан артық дауысты автоматически түрде анау Қырымдағы болған жағдай сияқты олар алып береді. Яғни келешекте бізге емен-еркін олар президент сайлай алатын болады, емен-еркін біздің депутаттарымыз сайлай алатын болады, емен-еркін біздің заңдарымызды өзгертетін болады. Осыған олар қол жеткізеді, осыны қазір бізге ішімізге ұйымдастырды. Былтыр бір тілші, шетелдік білмеймін, Путинге сұрақ қойды. Неге мобилизацияға қашып кеткендерді жазаламайсыңдар деп. Сонда Путин айтады: а еще надо разобраться, кто из них убегал, а кто по другим целям туда выезжал деген. Европаның бір үлкен ақпарат орталығы хабарлады өткенде. Ресей мобилизацияны пайдаланып, Европаға көптеген өзінің агенттарын кіргізіп алды деп. Қазіргі таңда қарасақ, мінекей, біздің ішімізде де небір блогерлар шықты, небір орыстың тілшілері шықты, көріпкелері пайда болды қазір. Өткенде анау Смайыловты ауыстыратын кезде Бектановты орнына отырғызды, сол сәтте ана Смайыловты, ол сондай бір қатты инициатива тудырған жоқ, ақ көк деген әңгімелерді айтып, біздің миымызға құйып, ана Бектановтың келуіне қуаныштылықпен қарап, яғни ол Бектанов деген азамат, жас жігіт, әзірге бұлардың айтқан орындайтын болады. Ал оларға табан тіреп, мына елдің, халықтың мүлкін басқа біреуге өткізетін адамдардың қажеттілігі жоқ. Ал енді қазіргі таңда қарасаңыздар, міне самый ключевой посттарға орыстың кадрлары келіп отырып жатыр. Міне Годунованы КТЖ-ның бастығы қойды. Яғни КТЖ саласында шешілетін сұрақтардың Ресейге қатысты мәселелері болатын болса, ол міндетті түрде соларға бейімделіп, солардың ыңғайына қарай шешілетін болады. Ал осы жақында ғана естідік, мінекей, Қанат Шарлапаев деген азаматты Ресейдің гражданствосындағы азамат, Қазақстанның азаматтығын алған 22 жылы. Соны 23 жылы Қазақстандағы өнеркәсіп және құрылыс министрі қылып сайлаған.
тағайындаған. Ал оның әкесі Госдумада депутат, Единая Россияның мүшесі екен, Путиннің адамы. Енді мынау Скляр дегенде мінекей, біз правительствоны қозғалтып ала алмайды ешкім. Өйткені ол Тоқаевтың контроліндағы адам. Яғни бізде ключевой сұрақтар барлығы ақырын жылжып, солардың қолына өтуде. Бұлар емен-еркін уже іс-әрекетке кірісті. Кеулеп ішімізді әкетіп бара жатыр. Ол арандарын ашып алды уже. Дәмін татып алды уже. Мына қой қазақты, мал қазақты пайдалануға болады екен деген. Бұлар сенімге уже толық кірді. Ертең егер бізбен бір жақтай соғыс болатын болса, мына Туран әлемі бізге көмектеспейді. Себебі түркі халқы айтады: "Ей, қазағың, сен қайда қарадың? Сен соқыр болдың ба? Сен жаттың ғой, бәрін беріп қойып" деген айтады ғой. Сонда біз қай бетімізбен олардан көмек сұраймыз? Мінеки, осы бір сұрақтың өзі тек қана Ресейдің бодандығына кіру мәселесі сенімсіздік танытуға толық жетерліктей. Екінші сұрақ, міне халық безвизовый режимге қарсы болды, Қытай мен ортадағы. Бірақ соны қоймай президент шешіп, осыған қытайларды біздің ішімізге кіргізуге рұқсат алып берді. Анау Африканың ортасында ешқандай территориальный континент Қытайменен байланысы жоқ. Мемлекет Африкадағы Қытайды кіргізуге қарсы заң шығарып тастаған ғой. Бұның бәрі тегін емес қой. Олар көріп отыр ғой, әлемдік жаңағы тенденцияның қалай жылжып бара жатқан. Үшінші сұрақ, жер арендаға болмайсын болса, меншікке шет мемлекеттің адамдарына, тұлғаларына берілуге болмайды деген бізде заң болған. 30 жыл бойы Назарбаевпен күресіп келдік мінекей. Ал бүгін қарасаңыз, анау арыста Қытайлар жұмыс жасап жатыр. Халқымыз тұр, анау ауылдың қазақтары айғайлап қойып, көмек сұрап, биліктен көмек сұрайды. Халық етсін дейді. Ал көр соқыр халық жатырмыз біз тыныш. Не бір қолдау көрсетпейміз, не бармаймыз. Төртінші сұрақ, мінекей, саяси тұтқындар Қазақстанда бар. Олар кім үшін сотталды, кім үшін түрмеде жатыр? Оларды әдейі ұстап отыр, бізге үлгі қылып, пример қылып, бас көтермесін мыналар деп. Анау Жыланбаев, Гиннестің кітабына кірген адам. Анау Думан бауырымыз не үшін жатыр? Анау Ермек Жыланбаев не үшін жатыр? Осы біз үшін жатыр ғой, халық үшін жатыр ғой. Біздің теңдігіміз үшін, біздің әлеуметтік жағдайымыз үшін жатыр. Біз көз жұмып отырмыз мына халық. Ал Тоқаев болатын болса, мына биліктің өкілдеріне жағдай жасауда. Өзінің сөзінде айтты ғой. Егер де биліктегі адам аса ірі көлемде пара алса да, оны ақтап шығаруға болады деген заң жүзінде уже бекіттіріп қойды.